Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай езілмейтін өріктің вареньесінің рецептімен бөлісемін. Варенье жасаудың рецепттері өте көп, бірақ дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өріктеріңіз езілмей әдемі болып шығады. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып, сүйектерінен ажыратып екіге бөліп шығамыз. Менде сүйегінен тазартқаннан кейінгі таза салмағы 2 кг болды. 2 кг-ға 2 кг қант қостым. Ыдысқа қантымызды саламын. Одан кейін сұйықтау болу үшін мен 2 бокал су қостым. Енді 1 бокал су қосуға да болады, бірақ мен сұйығырақ болғанды ұнатамын. Сондықтан 2 бокал су қостым. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне өрігімізді саламыз. Және де осындай лопатканың көмегімен араластыруға кеңес беремін. Артық салмақ салмай, жеңіл осылай араластырамыз. Содан кейін отқа қоямыз. Отқа қоярдың алдында бір араластырып алсаңыздар болады. Және қайнағанын күтеміз. Қайнаған кезде толық қайнатпаймыз. Осылай көпірши бастаған кезде жеңіл желпі бір араластырып, отты өшіреміз. 1 сағатқа қойып қоямыз, немесе толық суығанын күтеміз. 1 сағаттан кейін немесе толық суығаннан кейін қайтадан отқа қоямыз. Қайнағанын күтеміз. Осылай қайнаған сәттен бастап 1 минут қана қайнатамыз да, отты қайтадан өшіріп тастаймыз. 1 сағатқа немесе толық суығанша қалдырып қоямыз. 1 сағаттан кейін немесе толық суығаннан кейін қайтадан отқа қоямыз. Және қайнағанын күтеміз. Дәл осылай қайнап жатқан сәттен бастап 2-3 минут қана қайнатып, қайтадан өшіріп тастаймыз. Осымен біздің вареньеміз дайын болды. Буланған банкілерімізге вареньені құйып шығамыз. Менде 2 кг өріктен 3 литр варенье шықты. Дайын болған вареньемізді төңкеріп, орамалмен суығанша жылы етіп орап қоямыз. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіздер, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.